Барлығына сәлем. Теңіздегі ең ірі сүтқоректі жануарлар киттер болып табылады. Киттердің ұзындығы 30 метрден, ал салмағы 150 тоннадан асады. Осындай үлкен жануардың өлгеннен кейін неге айналатынын білетін бе едіңіз? Білмесеңіз, бірге тамашалайық. Киттер жер планетасындағы ең үлкен жануарлардың бірі. Көп ғалымдар киттерді жұмбақ жануар деп атайды. Себебі олар қартаймайды. Олардың кейбіреулері, мысал үшін Гренланд киттері 200 жылға дейін өмір сүреді. Ғалымдар осы күнге дейін киттер не себептен көп өмір сүретіні туралы анық тоқтамға келмеген. Киттер өлгенде не болатынына назар салыңыз. Өлген киттердің денесі көбінесе су астына батып кетеді және су астындағы басқа жандастар үшін тамаққа айланады. Алайда кейбір жағдайларда өлген киттер су астына шөкпей, әртүрлі газдардың жиналуы себепті судың бетіне шығып қалады. Бұндай жағдайдағы киттер беймәлім ұшар-шарға қатты ұқсайды. Егер де бұндай дене судың жағасына шығып қалса, ол үлкен мәселеге айналады. Ол водород бомбасы секілді қауіпті болады және кез келген уақытта жарылып кетуі мүмкін. Ісіген денені жаруға әрекет жасайды және газды шығарып жібереді. Ал бұл болса өте қауіпті. Себебі өлік киттің денесінде әртүрлі бактериялар және вирустар көп болады. Бұл адам үшін өте қауіпті. Бұндай жағдайларда ең дұрыс жол киттің денесін суға қайтару және осы жерде жарып жіберу. Сол кезде ғана ол қауіп тудырмайды. Теңізде акулалар өлік киттерді тез тауып алады. Киттің майлы бөлшектері ақ акулалардың тамағы болып есептеледі. Және де киттің денесі судың астына шөккеннен кейін әртүрлі жансаттар келіп, оны жейді. Және уақыт өткеннен кейін киттің денесі жойылады. Достар, видео арқылы азда болса ақпарат алған болсаңыз, арнаға жазылып лайк баса кетіңіз. Сіздермен бірге болған БНТV арнасы.